Сәлем, енді шашқа арналған резинаны тігу сен ойлағаннан да оңай. Ол үшін бізге керегі ұзындығы 80 см, ені 10 см болатын мата. Ең алдымен ені жағынан екі жағын біріктіріп тігіп аламыз. Бірінші беткі қабатын ішке қарай бүктеп, астыңғы қабатын бір-біріне біріктіре отырып тігеміз. Соңында аудару үшін және резина өткізу үшін 3 см жер қалдырамыз. Ішінен өткізу үшін 25 см резина аламыз. Резинаны түйреуішке байлап, матаның ішінен өткіземіз. Резинаның екі басын бір-біріне біріктіріп байлаймыз. Енді резина өткізген жерімізді ине жіппен тігіп аламыз. Міне резинамыз дайын. Енді сіз де тіге аласыз.